Аймақ басшысы кәсіпкерлердің арыз шағымдарын тыңдады. Сараптамалық кеңес отырысында жер қатынастары, құрылыс және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мәселелер талқыланды. Кәсіпкерлік мәселелер жөніндегі сараптамалық кеңестің отырысында бизнес субъектілер үшін елді мекендердегі жер учаскелерінің қолжетімділігі және өңірде қолайлы бизнес ахуалды қалыптастыру бағытындағы мәселелер қаралды. Осыған дейінгі кеңес отырысында Қарағандыдағы кәсіпкерлерге қарасты жер учаскелер бойынша жоспарлы детальды жобалау жұмыстарын ретке келтіру тапсырылған. Бүгінгі таңда 300 учаске бойынша жұмыс орындалыпты. Кәсіпкерлікті қолға алып өркендету үшін елді мекендерде орта кәсіпкерлерге жер учаскелерін ұсынуда қиындықтар болмауы керек дейді. Алайда бос жер телімдері туралы сайттарда ақпарат уақытылы жаңартылмауда екен. Несвоевременно обновляется или отсутствует информация. Қиындық туғызып отырған бірқатар мәселелер бар. Соның біріншісі сайтта бос тұрған жер учаскелері туралы ақпарат уақытылы жаңартылмайды. Кейде ондай дерек мүлде жазылмайды. Бұл ақпарат 90 сайын жаңартылып, ұсынылып отыруы керек. Біздің соңғы жүргізген талдауымыз бойынша Теміртау мен Саран қаласынан басқа барлық аудандарда бос жер телімдеріне қатысты ақпарат сайтта жаңартылмауда. Сонымен қоса Қарағанды қаласының Қазыбек би ауданы, Балқаш қаласы, Ақтоғай мен шет аудандары бойынша бос тұрған жер телімдеріне қатысты ақпарат мүлде жоқ деді. Дүңгіршектер мен даладағы сауда саттық үшін жер учаскесін бөлу ісі де назардан тыс қалуда екен. Осы ретте көшедегі сауда мәселесі бойынша Астана қаласының тәжірибесін қолдану керек деп ұсыныстар айтылғанымен іс нақты қарастырылмаған. Ермағанбет Бөлекбаев сайттағы ақпаратты жаңартуға қатысты жауапты шенеунікке тапсырма берді. Ал көшедегі сауда саттыққа қатысты шаруа десе дүңгіршектер қала көркіне нұқсан келтірмеуі тиіс. Со стороны городской администрации. Бұл ретте тұрғындар тарапынан да сұрақтар бар. Кәсіпкерлер айтпағы да бар. Сондықтан өзара тепе-теңдік қажет. Қалалық әкімшілікте қарастыру керек. Яғни көше саудасына арналған дүңгіршектер мен құрылымдар қаланың көркіне нұқсан келтірмеуі тиіс. Эстетикалық тұрғыда жағымды көрінуі керек. Жиында жер қатынастары, құрылыс саласымен қоса агроөнеркәсіптік кешен мәселелері де көтерілді. Қазақстан фермерлер одағы Қарағанды филиалының төрағасы Игорь Жабяк жайылымдар мен суармалы жерлерді қалпына келтіру туралы айтты. Бұл мәселеде мемлекет елді мекендердегі ауыл шаруашылығы өндірушілерін, шағын және орта бизнес өкілдерін қолдау қажеттігін атап өтті. Бақыт Күлматуова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.